бір ауылда бір үлкен бір әулие болған. Әулие сондай тақуа кісі болған. Кейіннен барып бір ағайындылар анау қарындасын қай жерге қалдыратынын білмейді да, соғысқа кетіп бара жатты. Әскерге соғысқа кетіп бара жатты. Соны бір ана әулиенің ананың үйіне қалдырайық дейді. Міне сізге аманат, сіз сондай әулиесіз, сізге біз қалдырайық деп. Кейіннен барып жақсы деп алады, аманатын алады. Жаңағы кімдер әскерге кетіп қалады, ағалары. Сосын бір бөлмеде отырады. Сосын барып жаңа әулиеден тамағын береді да. Бөлмеге барып тамағын береді, қарамайды, не істемейді, шығып кетеді. Тамағын береді, шығып кетеді. Сосын шайтан азғырады да. Сен мүмкін бір мұқтаждығы бар шығар, мүмкін бір сұрағы бар шығар. Сен кішкене есікті ашып сұрамайсың ба? Не болып жатыр? Сөйтіп бір азғырады, екі азғырады, сосын барып жаңағы сұрайды екен. Не болып жатыр деп. Сөйтіп сөйлесіп кетеді жаңағы. Сөйлесіп кеткеннен кейін уақыт өткен сайын сосын шайтан азғырып олар зинаға дейін барады екен. Зинаға дейін барып, сосын орталарында бала шығады екен, бала болады екен. Кейіннен барып, уақыт өткен сайын анау ағалары әскерден қайтып келеді екен. Хабар келеді. Жаңағы кісі шошиды, не істеймін, маған аманат қылып қалдырды, мен осындай нәрсе жасадым, не істеймін? Шайтан айтады екен дейді да, сен болды, қазір сен ағалар келеді, өлтіреді, быт-шыт қылады, сен алда әйеліңді өлтір дейді. Балат әйелін өлтіріп тастайды. Балаң қалай қалды, бала нешен жүр дейді, алады, баласын өлтір дейді. Баласын өлтіріп тастайды. Алады, үйінің артына барып көміп тастайды екен. Ағалар келеді, сұрайды, қане қарындасымыз қайда, қалай болып жатыр десе, білмеймін дейді, міне бір күні шықсам, үйде жоқ дейді, кетіп қалған дейді, қашып кеткен дейді. Ағалар іздеп, уайымдап, сосын бір күні жаңағы ағаларын біреуіне түс көреді екен. Түс көрген кезде бәрі Алла тағала бәрін көрсетіп қояды екен дейді. Жаңағы өлтіргенін, қай жерде көмілгенін, не істегенін, сол барады екені, соны шынымен де барып қазса табады екен дейді. Ана кісі жаңағы не істерін білмей, бөлмесіне тығылып, бітті, мені қазір өлтіреді ғой, не істеймін дейді жаңа. Сосын шайтан айтады екен, олар қазір ағалар сені жай өлтірмейді, сені қинап өлтіреді дейді. Жай өлтірмейді, қинап өлтіреді дейді. Сен оданша өз-өзіне қол салып асылып қал дейді жаңа. Сол алады өз-өзіне қол салады да асылып қалады екен. Яғни соңғы демге дейін шайтан азғырады екен да. Шайтанның жұмысы сондай. Біздің соңғы демімізге дейін шайтан алейхилан бізді азғырады екен. Сол үшін шайтан азғыруына қалмай, иншалла осы мешітке келіп, ілім алып, дінмен өмір сүріп, Аллаға бет бұрып, намазға келіп, дәрістерге қатысып, иншалла сол кезде біз екі дүниеде де бақытты боламыз.